сәлем достар. Сіздермен бірге мен Нұргүл Әлбекқызы және Арнела Бақиевқызы. Арнела тәжірибе алаңына қош келдің. Рахмет апай. Жақсы. Арнела, бүгін біз сенімен кейбір заттардың электрленуі жайлы тәжірибе жасаймыз. Бізге тәжірибеге керек заттар жүннен тоқылған жейде, Жылтыр қағаз, стакан, бұрышпен, тұз бен бұрыш, бұрыш, жылтыр қағаз, карандаш, макас, тарақ. Тарақ, жақсы. Арнела, біздің алғашқы тәжірибемізге керек заттар, олар жылтыр қағаз және түркісті қағазды екеуміз қияйық, сен жұта бер. Және бізге тарақ керек бар. Уақытқа қиясын. Арнела, енді тарағымызды біз жүннен жасалған матаға үйкелесек, қандай құбылыс болатынын бірге көрейік. Не болды, Арнела? Иә, тарақ электрленіп, өзіне жылтыр қағазды тартып алды, иә? Бірінші тәжірибеміз сәтті аяқталды. Екінші тәжірибемізге бізге, Арнела, не қажет? Тұз және бұрыш қажет екен. Тұз бен бұрышты тәрелкеге себеміз. Және де пластикалық тарақты шашымызға үйкелеп көреге қатты етіп электрлендіреміз. Енді көрдің бе, Арнела, тәжірибені? Тарақ өзіне не істеді? Бұрышты өзіне тартып алды. Неге бұрышты тартып алды? Өйткені бұрыш тұзға қарағанда жеңіл жарайды. Үшінші тәжірибемізге біздің, Арнела, не керек? Макас, карандаш. Дұрыс айтасың, құты және қарандаш керек. Біз шарды шашымызға үйкелейміз. Және, Арнела, қара. Не көрдің? Қарандаш не істеді? Сағаттың түріне айналды, шар электрленіп, карандашты өзіне тартып алды. Келесі тәжірибемізге біздің, Арнела, жылтыр қағаз және алюминді сымки қажет екен. Біз қазір электроскопты бір бөлшегін жасаймыз. Сен мына жылтыр қағазды домалатып, доп жасай ғой. Доп жасай ғой. Оны алюминді сымға орнатайық. Енді пластик тұрған тақасақ, ол өзіне электр тоғын өткізеді. Көрдің бе, Арнела? Жақсы. Бүгінгі тәжірибеміз, Арнела, саған ұнады ма? Иә, ұнады апай. Жақсы, рахмет. Біз заттарды басқа затқа үйкелегенде оның электрленетінін түсіндік. Ендеше достарымызға сау болыңыздар дейміз.